Ассалаумағалейкум, Қазақстанымыздың елім жерім деген патриот азаматтары. Мен бүгін Конституция атты черновигіміздің 20 бабына сәйкес сөз еркіндігін қолданып, тағы өз ойымды айтуға шештім. Жалпы сіздерге айта кетерім, мен бір опытный блогер емеспін, күнделікті видео түсіріп жүрген, сондықтан қате сөйлеп жатсам дұрыс түсінерсіздер. Және үшіншіден айтарым, жалпы осы видеоны көріп отқан кім болмасаңыз да, сіздер ұмытпаңыздар, біз бәріміз пендеміз. Жердің бетінде жүргенде біздің нәпсімізді толтыру мүмкін емес. Ерте ме кеш пе бәріміз жердің астына барамыз. Сол кезде нәпсіміз бір уыс топырақпен тояды. Сол кезде алатынымыз бұл өмірден тек 1 метр ақ мата ғана. Сондықтан отанын сатып жүрген, кәпірлерге жұмыс істеп жүрген барша азаматтарға кеш болмай тұрғанда өз ойларынан қайтыңдар дегенді айтқым келеді. Жалпы бизнесте правило Паретто деген ұғым бар. Кім білетін болса, 80-де 20-ға бөлінеді дейді кез келген нәрсе. Қазір көп азаматтар біздің елімізде не отқан біле отырып, бірақ ешқандай былайша айтқанда күресу амалын жасап жатқан жоқ. Өйткені өздеріңіз білесіздер, система қорқытып жатыр. Мен өзімде сондай өтірік ұйықтап жатқан ез қазақтың бірі едім 15 декабрьға дейін. 16 желтоқсан мен елім үшін, жерім үшін өмірден өткен аға әпкелерімнің әруағына тағзым жасау үшін митингқа шықтым, және өкінбеймін. Тағы да шығам бұдан кейін де. Жалпы менің бүйтіп шешім қабылдауыма екі нәрсе өте қатты әсер етті. Біріншісі, қазақтың батыр қызы, қазір біздің арамызда жүрген Камила Шоқан деген қыз әсер етті. Ол өзі кішкентай бір 45 килограмм шығатын қыз, бірақ жүрегі арыстандай. Сол денсаулығының ерекшелігіне қарамастан, осы жүйенің, шіріген қате жүйенің, сасық жүйенің қателігін қорықпай айтып, қаншама рет алаңға шығып жүр өзі. Екінші себеп, мен өзім экскаваторщикпін, экскаватор айдаймын. 2018-де мен 2 ай Қытай фирмасында жұмыс істедім. Талдықорғаннан бастап Өскеменге дейін сол отрезекті біздің билік Қытай фирмасына жол жасауға берген екен. Сол кезде мен 2 ай Қытай фирмасында стажировка өттім. Біз Үшарал деген қаламызда шебен завод салдық. Сол кезде 100 рет естігенше бір рет көріп қайт демекші, мен Қытайды өз көзіммен көрдім. Сол кезде менің бір түсінгенім, мынандай бір сөз бар еді ғой, не жесең сол боласың деген. Мен сол сөздің мәнін сол кезде түсіндім. Жалпы мен экскаваторщик болып барғанда, ол кезде 15 Қытай, 15 қазақ болып контейнерде жұмыс істедік. Бізде бөлек столовый болды, оларда бөлек столовый болды. Мен сол кезде өмірімде бірінші рет оралман бауырларымен таныстым, қандастарымызбен. Біз 2 жігіт местный болдық, қалғандар оралмандар болды. Экскаваторщик ретінде маған олар 3 деңгейде зарплат белгілеп қойған, 200, 250, 300 мың деп. Маған 250 мың айлық тағайындады. Сөйтіп 2 ай стажировка деді, стажировкасын өттім. Ал Қытайдың экскаваторщигі 700 мың, 900 мың, миллион 100 мың алды. Сол кезде менің білгенім, сол Қытай фирмасын біздің билік налогтан босатқан екен. Не деген керемет біздің мемлекеті. Бизнесмендерге барлық условия создавать етіп жатыр. Мен сол кезде официально жұмыс істедім. 250 мың береді, 25 мың подоходный налог ұстақ болады, 225 мың қалады, 225 мыңнан 22 500 теңге пенсионный фондқа ұстақ болады. Сол кезде алатының 201 бәле мың. Кейін 2 ай өткеннен кейін маған трудовой договор берді. Сол кезде трудовой договор, как положено, 8 сағат жұмыс істейсің, анау құқығың жазылған, содан кейін екінші техника безопасности, сосын үшінші бір бөлік қағаз берді. Ол қағазда осылай Қытай фирмасы бастығының былайша айтқанда қойған условиясы. Сен осындай Қазақстан Республикасының азаматы, Қазақстанға келген
Қытай жұмысшының бір тал шашын түсірсең автомат түрде 3 жылға бас бостандығынан айырыласың деген қағаз. Сондықтан мен сол қағазды көрген кезде намысым оянып, сол жерде отказ беріп жұмыстан шығып кеттім. Мен сол кезде бір ішім ашығаны, жалпы біздің биліктің арқасы ғой, олардың есіріп жүргені. Осы екінші фактор әсер етті менің оянуыма. Жалпы қазір не болып жатыр біздің мемлекетте? Бәрі өтірік ұйықтап жатыр. Қытайдың мақсаты біздің жерімізді, байлығымызды бәрін алу. Ол аздай біздің билік сатылып, олармен қосылып, бізді сындырып жатыр. Билікпен қоса оларға КМВ сатылды, МВД сатылды. Олармен қоса имамдар біздің миымызды ашты жатыр. Сондықтан мен сіздерге айтарым, құрметті бауырлар, ешкімді сөкпеңіздер, ешкімді. Өйткені менің айтарым, кім болса да таңдау жасауға мүмкіндігі бар болды, олар таңдауын жасады. Яғни олар бізден жақсы білет, кімге жұмыс істеп жатыр, олардың мақсаты қандай, және ақша қаяқтан келіп жатыр. Олар бізден бәрін жақсы білет. Сондықтан олар өздері сатқындарға, кәпірлерге жұмыс істеуді таңдады. Ал енді біздің мақсатымыз осы 20%, жаңа айттым ғой, правило Паретто деген. 20% 100% результат береді дейді. Оны түсіндіре кетейін. Мысалға футболда нападающий болады, жақсы ойын ойнайтын. 2-3 ойыншы, сол 80% ойыншыны гол соғып команданы жеңіске жетелейді. Дұрыс па? Ал бізде міне 20% патриоттар күннен күнге оянып жатыр. Бұл геометрический прогрессиямен өсе береді. Сондықтан біз шіріген билікті Құдай бұйырса жеңеміз. Билік құлайды. Сатқындар қол ұстасып қашады Қазақстаннан. Сол кезде мен сіздерге айтарым, қолдарыңызды, бөріктеріңізді аспанға лақтырып, ойбай біз жеңдік деп қуануға асықпаңыздар. Өйткені бізге әр қазақ ретінде менде армандап жүрген сол арманым тезірек парламенттік республика болса екен деген армандаушы қазақтың бірі менмін. Мен бұдан кейін де елім үшін, жерім үшін митингқа шыға беремін. Сондықтан бірінші мақсат сіздерден сұрарым, расслабон ұстамаңыздар. Біз енді бұндай қателікті жіберуге болмайды. Өйткені мен сіздерге айтайын, қазір бізге былайша айтқанда холодный война жарияланған баяғыда, ешқандай соғыс қарусыз-ақ. Осы жақында интернетте видео шықты, өздеріңіз көрген шығарсыздар, Аралтұздың ішінде дәрілер жүр деген. Мен соны өзім ерінбей Аралтұзды алып қарадық. Шынымен-ақ ішінде ұнтақталған таблеткалар жүр Аралтұздың ішінде. Одан бөлек біздің ішіп жатқан соктардың жаңағы лимонная кислота дейсіз ба, соның бәрі Қытайдан келіп жатқан порошоктар. Ішіп жатқан сүтіміздің бәрі Қытайдың порошоктары. Мен есімде баяғыда бала кезде бір 91 бәлесінші жылдар, 99-да ма екен, есімде әйтеуір, бір рубашкалар шығып кетті. Түйменің астында дәрі бар деген. Соны жуасың, жаңағы дәрі езіліп матаға сіңеді, соң үстіңе жара шығады деген секілді. Сондықтан бұл политика жалпы былайша айтқанда третий сортный адамдарды жер бетінен жою баяғыда басталған. Осыдан 200 жыл бұрын басталған екен. Жалпы жаңағы өздерін элита санайтын азаматтар дүниеде кедейлердің көзін құрту үшін тамақ арқылы, киім арқылы өлтіруде. Сондықтан қазір далаға шықсаң, осы әңгімені айтсаң, біреулер айтады, ой, менмін деп әкіреңдеп жүрген жаңағы небір қазақтар, ой, менің қызымның оқуы бар еді, соған әсер кетпесін деп митингке шықпаймын дейді. Біреуіне сұрасаң, ой, бәрі Назарбаевтың арқасы, соның арқасында көтеріліп жатырмыз дейді. Жалпы отмазкалар көп. Менің оқуым бар еді, анауым бар еді, мынауым бар еді. Оның бәрі сіздерге айтайын, бизнесім бар дейді біреулер. Менің ақшам өзіме жетеді, ешкімге тәуелді емеспін деп. Жақында Тоқаев мырза не деді? Қытайға барып келген кезде, я был в Китае, все там оцифровано до глубины дейді. Бізге де соны оцифровать ету керек, мен өкіметке сондай задача қоям деді.
Ол уже бірінші этабы басталды, сергектер ілініп жатыр. Біздің симкалар қазір 1 жылдан асты. Прослушкада, отслежкада әрбір әңгімеміз бәрі КМБ-ның шпиондары тыңдап отыр. Сондықтан бұл этап тоқтамайды. Сіздер ұйықтап жата беріңіздер. Ертең оянған кезде әрқайсыңыз құмырсқадай алақанда боласыздар. Бірінші оцифровать етеді, сергектер ілінеді барлық переулыққа дейін. Екінші, әрқайсымызға чип кіргізеді. Осы жайлы бір Ұйғыр аға сол кезде керемет айтқан. Чип енгізеді. Үшінші, жаңағы блокпосттар, шлагбаум ілінеді. Содан кейін қазіргі мына өміріміз қайта, Құдайға шүкір, еркіндік бар. Ал сол кезде уже бәрі кеш болады. Сондықтан мен сіздерге айтарым, қазір бізге как никогда бірігу керек болып тұр, құрметті бауырлар. Мен найманмын, мен адаймын, мен шапыраштымын деп әкіреңдеудің қажеті жоқ. Өз қазақ бауырыңды ұрып, өз қазақ бауырыңды өлтіріп, жетеріне жеттік. Тіптен мен түсінем, сіздер қазір көп, мен естейтінім, оны өзімді айтқанмын баяғыда. Оралмандарды шеттете береміз біз постоянно. Олар қорқақ, олар анау-мынау деп. Әрине қорқақ болады, білесіздер ме, неліктен? Өйткені адам, мысалы, үй салғанда да фундаментін құясың ғой, фундаментің мықты болса, үйіңде мықты болады. Сол сияқты олардың өскен, қалыптасқан ортасында постоянный давление болған. Қытай билігі оларды алақанда, ашса алақанда, жұмса жұдырығында ұстағаннан кейін, бала кезіңде кім сені күшік кезіңде таласа, содан өмір бойы қорқып жүрсің ғой. Сондықтан біздің санымыз өте аз. Қазір бір-бірімізді бөліп жаратын заман емес. Сол оралмандарға да айтарым, бауырлар, ояныңдар. Сендерде қазір бірікпесек бәрі кеш болады. Мен түсінем, қазір жағдайларың жақсы, мүмкін біреулердің бизнесің бар шығар. Но ертең кеш болған кезде мен сіздерге айтайын, көздеріңізден жас емес қан ағатын болады. Мен оралман демекші, біздің арамызда өте батыр ағамыз бар. Оны өздеріңіз білетін шығарсыздар, Серікжан Біләш деген. Серікжан Біләштің істегенін бір президент істей алған жоқ, білесіздер ма? Қытайдың арамза лагері жайлы дүниежүзіне жар салып, еңбегі өте ерен. Сол кісіге Нобель сыйлығымен оны қоса батыр атағын да беру керек деп ойлаймын мен өзім. Өйткені менмен деген анау Рамзан Кадыровның өзі, Арабияның өзі мұсылманбыз деген. Осы жағдай жайлы ләм деген жоқ. Өйткені олар халықты жұмса жұдырығында ұстаған, оларға тиімді. Неге? Өйткені диктаторы бәрі шет-шетінен, бәрі жауыз, былайша айтқанда. Сондықтан егер халықты қорқытып ұстаса, кез келген билік өз дегеніне жетеді. Сондықтан Рамзан Кадыровың да, біздің всеми любимый шалымыздың да айтуға дәті шыдамаған нәрсені Серікжан Біләш аға айтқан. Сондықтан мен сол Серікжан Біләш аға үшін барша оралмандарды, бауырларымды бірлікке шақырамын. Кеш болмай тұрғанда оянайық, бауырлар. Жалпы біз осы 20% патриоттар біріксек, оянсақ, біздің шіріген жүйе кеткеннен кейін бірінші біздің мақсат бөрікті аспанға лақтыруға асықпау керек. Парламенттік республика құрылған кезде конституцияны черновик емес, кәдімгі іске асатын ата заңымызды ретке келтіру керек. Екіншіден, мен ойлаймын, кез келген әкімді, министрді халық таңдайтындай жағдай жасау керек, және 3 айға тағайындау керек. 3 айда өз жұмысымен справляться етпеді ма, сразу орнын алып тастау керек. Мысалға, мен өзім лично бізде министр внутренних дел деген бар, ішкі істер министрі. Мен сол орынға Руслан Жампиев деген белсенді бауырымыз бар ғой, мен соның отырған қалайтын едім. Егер Руслан Жампиевте азаматтар отырса, менің ұйқым тыныш болар еді негізі. Содан кейін министр соцзащиты деген бар. Министр соцзащитыға
осы өмірге 6 бала 7 бала алып келген кез келген батыр ананы алтын алқа күміс алқа алған кез келген батыр ананы отырғызсақ, осы Қазақстандағы батыр ананың бәрі бай болып, жағдайлары, көңілдері орында болып өмір сүретініне мен кәміл сенемін. Үшінші, бізде КМБ деген бар, комитет национальной безопасности деген. Ол қазір комитет национальной безопасности емес, комитет Назарбаевский безопасности деп отыр. Ол национальный безопасность емес, ішкі өзінің халқын сындырумен айналысып жатқан организация. Оны кім басқарып отыр? Қытайдың шпионы басқарып отыр, Кәрим Мәсімов деген. Мен сол сатқынның орнына, одан да осы жақында Жамбыл ауданы шудан шыққан, Төле би ауылынан шыққан имамның маскасын шешкен бір батыр ағамыз шықты ғой. Сол кісіні комитет национальной безопасностьның бастығы болса, сондай батыр ағаларымыз бірде бір құмырсқа біздің шекарадан асып өтпейді. Сондықтан мен сіздерге айтарым, кеш болмай тұрғанда қорқыныштарыңызды жеңіп, еліміз үшін, жеріміз үшін, болашағымыз үшін күресейік. Ертең бала-шағаларыңыз оцифрованный робот болып, сізге құл болып, әке не үшін сен өліп болдың деп сұрақ қойғанын қаламасаңыздар, қазірден бастап естеріңізді жиыңыздар.